Сәлем достар, бүгін бір күннен блог түсіргім келіп тұр. Бүгін үйге қонаққа менің нағашы-ағаларым келетін болады. Видеоны көрейік. Негізі біраз тірлік істеп тастадық, просто оларды камераға түсірмедік. Вот, мен сендерге көрсетейін. Мен алдында осы бір апта бұрын келген кезде үйдің алды әлі бітпеген еді. Вот мына уже бітіп, бүгін үйдегі жұмысшылар қайтты үйлеріне. Вот осындай стяжка қойды. Вот такой. Әдемі болып қалды. Рейін ашылып. Жағаласу. Не, анау жаман оны жемей қойшы қызым. Істеп отырмын, тауып алып сол. Жаман тұры әдейі. Бал тамған, өнер тамған, не деп айтады ондайды? Мама. Canım kuzum. Мен видеоларымды көріп отырмын. Мен істедім. Мен істедім ғой. Вау! Қинап жұмыс істеп кетеміз. Вот, мына біздің магазин. Апа рұқсат бере ме білмеймін, көрсетуге, бірақ мен көрсете саламын. Мына жерде шайлар тұрады, мына жерде осындай. Осындай. Бір күні полный түсіріп шығамын мақұл. Қызық нәрселер бар ішінде. Осындай, мынандай киімдер бар. Бес. Болды анашым. Айтқаныңызға құлдық деп. Осындай бар. Осындайлар бар. Осындай мини. Мына жерге жаңа салып тұрып қойма. Апа әдемі. Бисмилля. Вот мына біздің малжақ, мына біздің сиыр. Мына біздің ернұр. Ой, Маника! Біздің маман күндері. Осылай далада тұрып өседі. Күште. Мен әлі киімді ауыстырған жоқпын. Бірақ қонақтар келуіне азғантай уақыттар қалды. Көп ойнайтын боламыз, үстімізді ауыстырып алдық. Вот такой макияж получился. Вот видео. Бәріміз көріп тұрмыз. Қорықпасың?
Маника. Не, аны видео болса сөйлеп кетеді. Кел де. Маника, жүздесін. Үшеуміз қалдық үйде. Маника, үйде қалдық қой. Вот, оцертіп жатырмыз. Біз үйден қайтып бара жатырмыз қалаға. Ана апа кетті. Ана қасып тұр. Қан қасып бүйтші. Қылсаймыз, Влогымыз мен аяқталды. Қайырлы түн. Мен сіздерді жақсы көремін.